Hayırlı gün ballar. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Жақсы. Енді дәптерлерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, сабақтың тақырыбын жазамыз. Сабақтың тақырыбы ұдайы өсудің түрлері. Оқу мақсаты 8 сынып география, 1-ші бөлім, 1-ші бөлімше және 2-ші тақырып. Дүниежүзі елдерінің халықтың ұдайы өсу түрі бойынша жіктейді. Тақырыпты жазып болсақ, біз келесі презентацияға ауысамыз. Жақсылап, анықтап көріп, біліп отырайық, кері байланыс жасаймыз. Адамзаттың үздіксіз жаңарып ауысып отыруын қамтамасыз ететін туу мен өлім және табиғи өсу көрсеткіштерінің жиынтығын халықтың ұдайы өсу деп атайды. Келесі презентацияға алсақ, ұдайы өсуді сипаттау. Ұдайы өсудің заңдылықтарын талдап, басқа аумақтармен салыстыру үшін салыстырмалы көрсеткіштер қолданылады. Енді біз топтарға бөлінеді. Балалар, енді әр топтың өзінің берілетін тапсырмаларын көрсетіп кетемін. Бірінші топтағы ұдайы өсу түрлері, яғни 3-ке бөлінген, олар дәстүрлі ұдайы өсу, ұдайы өсудің өтпелі түрі, ұдайы өсудің қазіргі заманғы түрі. Келесі, осы топта дәстүрлі ұдайы өсудің белгілері. Екінші топта халықтың ұдайы өсуінің түрлері, олар ұдайы өсу түрлері дәстүрлі, өтпелі және қазіргі заманға. Олар туу, өлім коэффициенті, табиғи өсім. Ұдайы өсудің өтпелі түрі 3-ші топта. Депопуляция. Бұл туудан өлім артып кетуінің нәтижесінде аумақтағы жалпы халық санының азаюы. Табиғи өсу, туу мен өлімнің арақатынасы. Механикалық өсу, иммигранттар мен эмигранттар санының арасындағы айырма. Демографиялық дағдарыс 4-ші топта. Енді мен топтарға бөліп тастаймын. Енді кері байланыс жасайық, осыған. Жаңағы аталған біздегі топтардағы жұмыстарға. Не түсіндік, не білдік. Яғни көру, білу арқылы әрбір топтың естеріне айтып шықтым. Бірінші топтағылар қайрадан басына қойайын. Ұдайы өсу түрлері. Нешеге бөлінеді? 3-ке. 3-ке. Қандай болады? Айтып шығыңыздар. Дәстүрлі ұдайы өсудің өтпелі түрі, ұдайы өсудің қазіргі замандағы түрі. Келесі бізде 2-ші топ екен. Енді қазіргі заман осы сіздер өмір сүріп жатқан заманды айтады. Елдерді қараңыздар. Қай елдерді қамтып жатыр? Евразия мен Америка. Евразия, дұрыс, иә. Европа дүние бөлігі, Азия дүние бөлігі және Америка. Американың өзі бізде біреу-ақ па, екеу ма? Екеу. Оңтүстік пен солтүстік. Өте тамаша. Иә. Біз келесі топқа көшейік. 3-ші топ. Сіздерді. Ұдайы өсудің өтпелі түрлері. 3-ші топ. Әлеуметтік экономикалық жағдайдың жақсаруы, өлімнің азаюы, туу жоғары. Сонда анықтама. Депопуляция дегеніміз не екен сонда? Депопуляция туудың өлім артып кетуінің нәтижесінде аумақтағы жалпы халық санының азаюы. Демографиялық дағдарыс 4-ші топ. Сіздерді. Егде жастағы адамдардың жоғары үлесі бала туу көрсеткіштерін төмендейді. Адам өлімі көрсеткіштерін артады. Жақсы. Енді балалар сіздерге қазір мен бейне тасқа көрсетемін. Бұнда темп роста населения деген бар. Яғни халықтың өсу қарқыны.
енді балалар, сіздермен тапсырмалар бойынша жер шарындағы халықтың өсуі туралы көрсетілген. Сонау алғашқы жердің пайда болғаннан адамзаттың баласының біздің заманымызға дейінгі алғашқы жылдарынан, содан қай жылға дейін деп есептейтінді, жаңа қай ғасырдан бастап көрсетіліп тұр? 3-ші ғасырдан бастап көрсетіліп. Алғашқы, 1-ші ғасырдан бастайық. Одан халықтың саны. Ең бірінші жер адамзаттың пайда болғаны өздеріңізге белгілі. Ең біріншіде ғалымдардың зерттеуі бойынша Африка материгінің солтүстік шығыс бөлігінің және Еуразия материгінің оңтүстік батыс бөлігінде алғашқы адамдарының пайда болып, олардың дамуы, ол жан-жаққа таралуы, осылай деп есептелінген. Енді сонда біз ең біріншісі кімде қандай есімде сақталып қалды? Әрбір топтар бізде топтарға бөлінді қой. Бірінші топ, сіздер қалай да ойлайсыздар? Ең бірінші, алғашқы қай жыл сіздің есіңізде сақталып қалды? Ең басында біздің заманымызға дейінгі. Кім айтады? Қай жылдары сақталды? Және халықтың саны қанша болған екен? Жаңа сіздерге айтып кеттім. Басынан бастап сандық көрсеткішті қарап отырыңыздар деп. Сондықтан бірінші топ сіздерге сұрақ. Жауаптарыңыз бар ма? 170 миллиондай адам өмір сүрген. Қаншасы? Қай? 170 миллиондай. 170 миллиондай. Жақсы. Одан кейін келесі қай жылдар естеріңізде қалды? Басқа топтар айта қойыңыз. Дауыстарын шығарыңыздар, жақын. 254. 254 халықтың саны 1000 ба, миллион ба? Миллион. Миллион. Жақсы. Енді үшінші топ, сіздерде қай жыл естеріңізге сақталып қалды? Халық саны. Қай жылдар және қанша миллион болу? 1900 жыл, 1,5 миллиард. 1,5 миллиардқа асты. 1900 жылдары. 19 ғасырларда келсе. Жақсы. Келесі топ, үшінші топ. Сіздерде қайсы естеріңізге сақталды? 3, 4. Қай топ? 2021. 2021, былтырғы жылмен есептейтін болсақ, сонда қанша халық болыпты жер бетінде халықтың саны? 7,948,138. 7 миллиардтан асты ма, асқан жоқ па? 8 миллиардқа дейін кішкене жеткен жоқ. Сәл жеткен жоқ. Өсім бола ма әрі қарай? Жоқ, осы ретте тоқтап тұра ма? Сіздердің ойларыңыз? Болады. Өсім болады. Өзі салыстырма түрде қарасаңыздар, жаңағы керемет дамып кеткен мемлекеттердегі халықтың санының өсуі аз болса да, бірақ жер шарындағы халықтың санының өсуі әлі тоқтап жүріп келе жатыр. Ал енді 2100 жылысы қанша халыққа дейін барады екен деп есептелінеді? 11 миллион. 11 миллионға дейін барады дейді. Міне көрдіңіздер ме? Енді қараңыздар, халық осылай өсе беретін болса, тұрақты өмір сүру үшін бізге қорек керек қой, су керек, жер керек, бау-бақша, өсімдіктер егу керек, Ол жердегі жер керек, халық тұру үшін ол жерде үйлер салынады, тақсын тағы. Сонда біз бау-бақша, жаңағы егістік алқаптардың территориялары азайып бара жатыр. Және тағамдардың түрлері қолдан жасалған тағамдар, яғни жер бетінде халық асырай алмай бара жатыр деген сөз осындайда. Әртүрлі улы газдарды шығару, зауыт фабрикаларды шығару, осының барлығы үлкен проблемаға туындалып жатыр. Жақсы. Енді саясат жүргізіледі ғой, мемлекет арасындағы, яғни шектеу бар, керісінше және халықтың санын көбейту бар. Шектеу қай мемлекеттерде жүргізіледі? Халықтың саны көп болғаннан кейін, жер шарындағы ең халықтың саны көп қай мемлекеттерде? Қытай, Үндістан.